Бақыт деген сенің бала күндерің. 10 жылдықта мектептегі кездесу барлық бұрынғы кездердегі қызықтарда, күлкі әрі мұңды. Класстастар қалайсыңдар? Жақсы, қалайсың? Көрмедіңіз? Сен салам. Естерде ма болса біздің басымыз қосылып өте қиын еді ғой. Басымыз қосылып өте керемет болып қалды. Иә. Әсіресе бүкіліміздің бойымыз, ойымыз бүкіл өсті әдемі. Иә, бұрын дейтін дым, уайым жоқ еді. Ал қазір әркім өзінің жолымен кетіп, әркім өзінің жұмыстарымен кетіп кетті. Кейде ойлаймын негізі бақыт деген не деп? Сол сұраққа маған жауап тауып беріңдерші. Иә, қазір көп көріспейміз, бұрын балалық шақта всегда бірге жүретін едік қой. Сол кездерді сағынады екенсіңдер, білесіңдер ме? Қазір де балалық шақтарымыз ғой. Естеріңде ме? Мектепке келе салысымен сумкамызда төңкеріп тастап ручкамызды іздейтініміз. Ерініп келіп маған. Үнжі ручка берші, мен қазір апай ұрсам не ғой деп айтатын ғой дейсің бе? Иә, әрдайым үміт қалдырады. Бірақ бәрібір біз кездесеміз, себебі біз сыныппыз ғой. Иә. Мысалы бізге мұғалімдер сұрақ қояды ғой. Сол кезде жауап беру үшін бір-бірімізден сұрап, мына сұрақ қандай еді, білесің ба? Мынау қандай еді деп сұрап, ақыр аяғында сол сұрақтың жауабын айтатын еді ғой. Сылтап айтамыз ғой. Бұл кезде ұсталып қалып, апай бізге ұрыспай қоя берші дейтін еді ғой. Еще анау тақтадағы бор бар емес пе, сол қалтамызға салып кейін салып. Бақыт деген мектепке асығып келіп, апайлармен амандасып, сәлемдесіп жүреді қой. Иә. Бақыт деген негізі сол қоңырауда жыртындас бір-бірімізге тиісіп, күлгеніміз еді ғой, иә. Бір-бірімізге нан бөлісіп, сол сұрасып, досым деші деп қой. Үйті бермей қойса, әбида ұстаған сияқты. Еще балдар кеп шашымызды тартып кетеді ғой. Жерді болады дейтін еді. Ана сабаққа кейде барғың келмейді, бірақ сабаққа бізді тартатын бір ақ зат бар ғой. Ол біздің сендер ғой, сыныптастар. Сендерді жақсы көреміз ғой біз. Бірінші сабақ мысалы миың ашып кетеді ғой, ше. Сабақ оқи алмай қиналып кетесің ғой. Сол кезде сендердің бір приколдарын естіп, жұртындап күліп алатынымыз бар. Бір мотивациясы сендер едіңдер ғой. Иә. Темірланның айтатын приколына всегда жұртың отырады. Ернұртқа маған вообще қатты. Әйтеуір бір жерден бір прикол айтпаса отыра алмайтын бала еді ғой, мынау өзі. Қайта басылыпты ғой миы. Сонымен достарым, бақыт деген не еді? Я досым көрсезім. Бақыт деген ол әрбір баланың кішкентай кезінде мектепке күліп ойнаған сәті. Бақыт деген